күн қымбаттарына көрермендер, мен Тұрсынбай Құралай. Сіздермен Абай ТВ арнасында кездескеніме қуаныштымын. Бүгінгі Абай ТВ арнасының сұхбатына қадірлі қонағымыз күні кеше ғана ғылыми зерттеу жобасының облыстық кезеңінен 3-ші орын иегері Баймұрат Әмірхан және де жетекшісі Абай атындағы орта мектебінің 40 жылдан астам тәжірибесі бар ардагер ұстазымыз Сәулет Әсей қонақта. Қайырлы күн. Сіздерді Абай ТВ арнасында көргеніме қуаныштымын. Күні кеше ғана алған жетістіктеріңізбен құттықтаймын. Ендігі жоба туралы айтып өтсеңіздер. Сәлеметсіздер ма? Сіздерге осылай бізді шақырып жатқандарыңызға көп рахмет айта отырып, енді мынау негізі ұстаздың міндеті әр алдында отырған оқушыны білімді етіп тәрбиелеу, оқушының функционалдық сауаттылығын арттыру. Оқушы тек қана жай ғана білім алмайды, жай сауаттылық дегеніміз ол оқу, күнделікті тапсырманы орындау. Ал енді функционалдық сауаттылық дегеніміз ол оқушыны жан-жақты дамыту. Сол себепті қазақта мынандай даналық сөз бар ғой, қыран балапанына талмайтын қанат сыйлайтын болса, ұстаз шәкіртіне талпынатын талап сыйлайды деген сөз бар. Мінекей осы орайда мен осы 5-ші сыныптан бастап осы Әмірхан өзі әр нәрсеге ізденгіш, өзін-өзі дамытқысы келеді, үнемі жаңағы ізденіп, көп оқып, көп нәрсені зерттеп берген тапсырманы үнемі орындап отырады. Сондықтан біз Әмірхан екеуміз Ісмет Кеңесбаевтың 5-ші сыныпта фразологизмдер басталады өзі. Сол Ісмет Кеңесбаевтың фразологиялық тіркестер деген еңбегіне сүйене отырып, осы адам денесінің мүшелеріне байланысты тұрақты тіркестер деген тақырыпта тапсырма бердім. Осы тапсырманы Әмірхан үздіксіз үнемі орындап, әр сөзге байланысты суреттерін салып, маған әкеліп отырды. Мінекей содан барып біздің ғылыми жобамыздың аясы кеңіп, жан-жақты зерттеліп, сол жобамызды алып, біз ауданнан өтіп облыстық ғылыми жоба байқауына қатысып келді. Ал енді келешектегі жастардың барлықтары білімді болу керек. Сондықтан Әмірхан әлі де болса тағы да ізденіс үстінде. Әмірхан, сіздер ғылыми зерттеу жобасына деген қызығушылығыңыз туралы айтып берсеңіз. Мен жастарға сенемін деп мағжан жұмабаев атамыз айтқандай, біз болашақ ұрпақ білімді, дарынды болуымыз қажет. Осы Сәулет әдейі 5-ші сыныпта маған осы тұрақты тіркестерге байланысты ғылыми жобаны тапсырған кезде мен осы қызығушылықпен осы ғылыми жобаны өзім қорғауды шештім. Осы ғылыми жобаға тұрақты тіркестерді, олардың қалай жасалуын, адам дене мүшелеріне қатысты тұрақты тіркестердің бәрін зерттеп кітаптардан осылай ғылыми жоба суретін салып, ғылыми жобаны қорғауды шештім. Жауабыңызға рахмет. Ендігі арман мақсаттарыңыз туралы айтып өтсеңіз. Енді әлі де болса балалар мынау ғылыми жоба қорғау кезінде онда өзі 4 этаптан тұрады, 4 бағыттан тұрады. Мінекей осы 4 бағыттың біздің оқып жатқан жаңағы ресурстарымызда осы бағыттардың бәрі қамтылған. Соны тек қана бір бағытқа ғана қарай осы мәдени тарихи ескерткіштердегі бағытқа ғана тоқталып қалмай, әртүрлі бағытта ғылыми жоба қорғауға болатындығына көзіміз жетті. Сондықтан әлі де болса тағы да осындай шәкірттерді дайындай беремін деген ойдамын. Мектепте жақсы оқушылар. Осы 3-ші орынды алғаннан кейін бұдан тоқтап қалдым деп ойламаймын. Әлі ғылыми жобаны қорғау әлі алда деп ойлаймын. Басқа да ғылыми жобаларды қорғаумен айналысамын деген ойдамын. Жауабыңызға рахмет. Сіздерді осы жетістікке толы сұхбат бергендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.